Өте жұмсақ дәмді пирожки дайындаймыз. Ол үшін 300 мл жылы суға 2 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық толтырылып дрожж қосамыз, 10 минутқа қоямыз. Дрожж көтерілгеннен кейін 40 мл сұйық май, 500 грамм ұн қосып, қолға аздап жабысатын жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып көтерілуге қоямыз. Қамыр көтерілгеннен кейін басып, тағы бір көтерілгенге қоямыз. Салмасына картопты қайнатып, пюре жасап, міндетті түрде аздаған сұйық майға пиязды сарғайтып қуырамыз. Тұз, қара бұрыш татымына қарай саламыз. Қамырды бөліктерге бөліп, аздаған ұн пайдаланып, жайып, салмасын салып түйеміз. Бетін жауып, 10 минутқа қоямыз. Сұйық майды қыздырып, орташадан сәл төмен отта 2 жағын 2-3 минуттай асықпай қуырып аламыз. Пирожки дайын, жасап көріңіздер.